Сәлем достар, менің есімім Дәулет. Ал мен Карина. Және бұл Еркін Қазақ саяхат туралы қазақша блог. 2023 жылдың қараша айында біз автоүймезбен Түркияға 22 күндік саяхатқа шығып, 10.000 километр жүріп қайттық. Саяхатымыз өте қызықты және қарқынды өтті. Бұл саяхатымыздың әрбір күнін бөлек біздің арнамыздан тамашалай аласыз. Түркиядан кейін бізге қойылатын ең жиі сұрақ қаражат жайында болды. Және де осы видеода біз сізге Түркияға автоүймен саяхатқа бару үшін қанша ақша кеткенін толық разбор жасап айтып беретін боламыз. Ал сіз қалай ойлайсыз, 22 күн автоүймен саяхат үшін бізде қанша ақша кетті? Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып қойыңыз. Ал бастамай тұрып, сізді бұл видеоға лайк басып, арнамызға жазылып қоюды сұраймыз. Шынымызды айтатын болсақ, саяхатты жоспарлаған кезде біз соншалықты арзан болып шығады деп ойлаған жоқпыз. Тіпті самолетпен барсақ, арзан болады деп ойлайтын кезіміз де болды. Бірақ тәжірибе жүзінде керісінше болып шықты. Егер сіз менің Instagram парақшама жазылған болсаңыз, қаражатты қалай жүргізетінімізді білесіз. Бұл саяхатта да біз 1 теңгеге дейінгі шығынымызды жазып отырдық. Ал егер менің қаржы жүргізгенім сізге қызық болса, Instagram өзектілеріндегі қаржы дегенді басып қараңыз. Бұл видеоның соңында біз сізге саяхатта жүргенде шығындарды қалай жазған ыңғайлы екенін айтып береміз, және де бұл саяхатта 70.000 теңгені қалай қайтарып алғанымызды айтамыз. Саяхаттағы барлық шығындар 5 бағытта жұмсалады. Жол, баспана, тамақтану, көрнекі жерлер және байланыс. Біз автоүймен барғандықтан қонақүй жалдап тұрған жоқпыз. Және де ол толықтай тегін болды. Сондықтан баспана дегенді өшіріп тастаймыз. Тамақтануды біз 2 түрге бөлдік. Біріншісі бұл сыртта тамақтану, екіншісі өзіміз тамақты дайындау үшін азық-түлік алу. Негізгі азық-түліктердің барлығын өзімізбен бірге Қазақстаннан алып бардық. Ақылы көрнекі жерлерге біз 2 рет кірдік, және де ол біздің шығындарымыздың ең аз бөлігін алады. Ал енді шығындарымыздың зілдей бір бөлігін толықтай 60% алатын бұл жол. Жолдың өзін біз 2 түрге бөлдік. Біріншісі бұл жанармай, екіншісі бұл ақылы жолдар, страховка, автожуу және де сервиске кеткен ақша. Тоқта! Не болып қалды? Мына көрерменге қараш, бізге жазылмай қарап отыр. Егер сізге біздің видеоларымыз ұнаса, арнамызға жазылып қойыңыз, қазақша контентті бірге дамытайық. Осы жерде тағы бір айтып кететін жайт, біз бұл видеода саяхатқа шыққаннан үйге қайтып келгенше дейінгі шығындарды ғана санадық. Ал көлікті дайындауға және саяхатқа керекті жабдықтарды алуға кеткен шығындарды жазған жоқпыз, өйткені біріншіден олар бізбен бірге қалады, екіншіден әркімнің дайындық деңгейі әртүрлі. Ал ақшаны санауға кірісейік. Біздің жолымыз Хромтау қаласының Қазақ Ойл жанармай құю станциясынан басталып, Орал қаласы арқылы Саратовқа бағытталған еді. Қазақстан бойынша біз жанармайға 1 теңге құртқан жоқпыз. Өйткені бұл саяхатымызда бізді Қазақ Ойл жанармай құю станциясы қолдап, бізді тегін жанармаймен қамтамасыз етті. Сол үшін оларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақстан территориясынан шыққанша дейін бізде тамақтануға, шиномонтажға және шетелде тарату үшін сыйлықтарға 32.100 теңгедей ақша кетті. Бұл жерде сізде неге Саратов арқылы, неге Астрахань, Атырау арқылы барған жоқсыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіздікі дұрыс, Атырау арқылы шықсаңыз тез болады. Ал біз болсақ, жолда жүрген адамдардан сұрастырғанда, Атырау-Астрахань жолы жаман, Саратовпен барған дұрыс болады дегендеріне сеніп қалдық. Осылайша артық 500 километр жол жүріп, бір күнді жоғалттық.
Грузия мен Түркияға көлікпен бару жолы туралы сұраққа әлі де ораламыз. Ресей шекарасына кіргеннен Грузияның шекарасына дейін біз 1560 километрдей жол жүрдік. Ресейде газдың бағасы бізден 2,5-3 есе қымбат. Және де сол екі аралықта біз 8 рет заправка жасап, 8000 рубльдей ақша құрттық. Байланыс. Ресейде біз болған мемлекеттердің ішіндегі ең арзан байланыс болып шықты. 35 гигабайт және барлық әлеуметтік желіге безлимитті тарифті біз бар болғаны 2600 теңгеге сатып алдық. Бір айта кететін жайт, ай далада жүрсек те, Ресейде интернет барлық жерде жақсы ұстайды екен. Тамақ. Грузия шекарасына жеткенше дейін біз бірақ рет Ресейде супермаркетте тоқтап 780 рубльдей ақша құрттық. Сақтандыру. Ресейден өткен кезде біз сақтандыру жасамадық. Менің ойымша, бір күндік жол үшін ондай ақша құртқан жөн емес. Алайда болашақта көлікті сақтандырған әрине де дұрыс, өйткені ертең не боларын ешкім де білмейді. Грузия. Грузия территориясына кірмей, біз сақтандыруды онлайн сайт арқылы сатып алдық. Оның бағасы шамамен 9000 теңгеге шықты. Сізде страховканы неге Ресейде алмай Грузияда алдың деген сұрақ туындауы мүмкін. Біздің ойымызша Грузияның заңдары Ресейге қарағанда сәл қаталдау болғандықтан артық рисковать етпедік. Грузиядағы жанармай бағасы Ресейден 2 есе қымбат болса, бізден 6 есеге қымбат. Сөйтіп, газдың бағасы шамамен 280-300 теңгедей болса, бензин мен солярканың бағасы 600 теңгеге дейін барады. Грузияда 2 рет газ құйып, шамамен 20 теңге ақша кетті. Бұл ақшаға Қазақстанда мен 7-8 рет толық газ құйып алушы едім. Грузияны тез өткіміз келгендіктен тамақты жолдағы кафелерден іштік. Оған шамамен 7,5 теңгеміз кетті. Айтпақшы, біз Грузияда тек қана картамен қолдандық. Курс сәл қымбаттау болса да, ақша айырбастап уақытты жоғалтқымыз келмеді. Біз Грузияның ақшасын ауыстырған жоқпыз. Картамен төлеп жүрміз бер жақта. Смело, бірақ бір қызығы, әр кезде курс әртүрлі болады. Мысалы, бір жерде төлесен 175 болады, бір жерде төлесен 179 болып шығады. Әртүрлі. Түркия. Бұл елде көлік сақтандырумен мүлде бөлек әңгіме. Сигортасыз сізді Түркияға кіргізбейді. Ал оны шекара алдында сатып алсаңыз болады. Біздің көлігімізге бағасы шамамен 20 теңгедей шықты. Түркиядағы жанармай бағасы Грузияныкіне ұқсас. Газдың бағасы 280-300 теңге болса, бензин мен дизельдің бағасы 560-600 теңгеге дейін баруы мүмкін. Өкінішке орай біздің көлігімізде одометр істемейді. Бірақ жуықтап санаған кезде Түркия территориясы бойынша біз шамамен 5000 километр жол жүріп өткен болатынбыз. Сол 5000 километр жолда біз 14 рет заправка жасап, шамамен 10.000 лирадай ақша құрттық. Егер теңгеге ауыстыратын болсақ, бұл 170.000 теңгедей ақша. Егер сіздің көлігіңіз газбен жүретін болса, уайымдамаңыз, газ барлық жерде де бар. Түркияда ақылы жолдар көп екенін естіген шығарсыз. Ақылы жолға бізде тағы да 370 лира ақша кетті. Түрік және грузин ақшасы Қазақстан теңгесінен әлде қайда қымбат болғандықтан, жанармайдағы 1 лира немесе 0,1 лари айырмашылық сізге ақшаны үнемдеуге көмектеседі. Тамақтану. Жалпы біздің саяхатымыз 22 күнді алса да, соның 15 күні ғана Түркияға тиесілі. Қалған уақыты жолға кетті. Сол 15 күнде біз не бары 10 рет сырттан тамақ іштік. Біздің ең арзан ішкен тағамымыз 50 лира болса, ең қымбаты 500 лира болған еді. Сонымен сырттан тамақтануға 2270 лира немесе 38.000 теңгедей ақша кетті. Ал қалған уақыттағы тамақты өзіміз дайындап жүрдік. Сол себептен Түркияда жиі азық-түлік алған болатынбыз. Және де біздің өміріміздегі ең қымбат нан мен жұмыртқаны да осы Түркияда алған болатынбыз. Оның хикаясын қазір айтып беремін. Истанбулда тоқтаған тұрағымызға ең жақын дүкенге бармайын ба?
Содан нан мен жұмыртқа сатып алам. Дүкенші маған 140 лира деп айтады. Оған мән бермей бере салып, автоүйге қайтып келем. Ақшаны санасам, Каринаға айтам, мені алдап кеткен сияқты деп. Және де сол кезде ғана нан мен жұмыртқа үшін 140 лира бұл тым қымбат екенін түсіндім. Көп ойланбай Карина екеуміз қаруланып, сол дүкеншіге сөйлесуге барамыз. Сөйтсек, бұл дүкен сапалы тауарлар дүкені екен. Мен алған жұмыртқа мен нан премиум классына жатады. Дүкенші бізге барлығын сыпайы түрде түсіндіріп берді, және де тауарды қайтарып, ақшаны қайта бізге беруге дайын екенін айтты. Бірақ біз Түркияда жүрген соң ең қымбат нан мен қымбат жұмыртқаның дәмін көрейік деп тауарды өзімізге алып қалдық. Постскриптум, нан онша болған жоқ. Сөйтіп, Түркиядағы азық-түлікке тағы да 14 мыңдай ақша кетті. Байланыс. Түркиядағы ұялы байланыс қымбат екенін біз естігенбіз. Сол үшін Түркияға кірмей тұрып 21 долларға біз eSIM сатып алған болатынбыз. Бірақ күнделікті контент түсіріп, оны әлеуметтік желіге салғандықтан 20 гигабайт бізге 5-ақ күнге жеткен болатын. Біз жергілікті байланыс іздей бастадық. Бір оператордың әр түрлі жерде орналасқан бөлімшелерінде әр түрлі баға айтқан болатын. Түркияда туристерге тариф бөлек, ал жергілікті адамдарға тариф арзан болса да, олар келісім шарт арқылы оны сатып алады, және де сол келісім шарт арқылы қолданбаса, оларға айыппұл тағылады. Сонымен біз 820 лираға тағы да өзімізге 50 гигабайттық түрік сим-картасын сатып алдық. Бізді таңғалдырған тағы да бір факт, бұл Түркияда автоүймен саяхат өте жақсы дамығаны. Тек шетелдіктер ғана емес, түріктердің өзі де автоүймен саяхаттауға құмар екенін өзіміз көзімізбен көрдік. Түркияда автоүйлерге арналған арнайы караван парктер бар. Олардың ақылы және тегін түрлері де болады. Бұл жерлерде сіздер электр көзін, дәретхана, ыстық душ және кір жуатын машинаға дейін таба аласыз. Бір қызығы, біз тегін де, ақылы де караван парктерде тоқтаған болатынбыз. Және де ақылға қарағанда тегіндердің жағдайы жақсы болатын. Сондай парктерде 2 рет ақылы тұрып 500 лира шығындалды. Көрнекі жерлер. Түркияда біз 2-ақ рет көрнекі жерге ақылы кірдік. Біріншісі бұл Анамур қаласындағы Мамуре қорғаны, адам басына 60 лира болған, яғни 2 адамға 120 лира. Екіншісі бұл Анталия қаласындағы Дуден сарқырамалары. Оған тағы да 100 лира ақша кетті. Өзімізге Түркиядан бірнеше естелік алып, тағы да 5 мыңнан астам ақша құттық. Қайтар жолда Грузияда тағы да 2 рет газ құйып 20 мың теңгедей шығындалдық. Бұл жолы біз уақыт құртпайық деп, Астрахань арқылы үйге қайтайық дедік. Және де бұл шешімімізге еш өкінген жоқпыз. Қазақстан границасына жеткенше тағы да 2000 рубльдей ақша кетті. Сөйтсек, бізді қорқытқан Астрахань Атырау жаман жолы тек қана 40 километр щебенка екен. Қалған жолы судай ағып тұр, қара асфальт, жақсы жол. Әлбетте, Грузия мен Түркияға көлікпен барам десеңіз, осы Атырау-Астрахань жолы арқылы барған дұрыс. Осы 40 километр жаман жолды биылғы 24-ші жылы бітіреді деп ойлаймын. Басында біз сізге Грузия мен Түркияға баратын дұрыс жолға тағы да қайтып келеміз деп айтқан болатынбыз. Енді міне Саратов және Астрахань арқылы бару жолдарын салыстырайық. Екі жолдың айырмашылығы не бары 500 километр болса да, егер сіз Саратов пен Верхний Ларсқа баратын болсаңыз, Ресей территориясы арқылы 1000 километр жол жүресіз. Мысалы, біз Саратовтан жоғарғы Ларсқа дейін 8 рет заправка жасаған болатынбыз. Ал кейін қайтар жолда Владикавказ бен Астрахань арасында 2 рет заправка жасадық. Бұл жерде мен шамалы қателестім. Бар болғаны Ресей территориясында біз 6 рет заправкаға тоқтадық. Оның 5-еуі жоғарғы Ларсқа жету үшін болса, 6-шысы, соңғысы бұл Грузияның алдында болған еді. Яғни Грузиядағы жанармай бағасының жоғары екенін біле тұрып, біз шекара алдында толық бак газ, бензин және солярка құйып алдық. Соны мен 8 рет деп санаған болатын. Бұл жерде Ресейдің жанармайы бізден 2,5-3 есе қымбат екен есімізге түсіреміз, және де ақшаны санаймыз.
Егер Атырау арқылы баратын болсаңыз, сіз бірінші жолда, екінші уақытта, үшінші теңгеде ұтасыз. Сонымен басқа да шығындарға бізде 35 мың теңге шамасында кетті. Және де біз Каринаға спорттық костюм алып, киімге 16 мың теңге жұмдалдық. Армысың Қазақстан, армысың арзан жанармай, армысың жолаушыларға жоқ талап, армысың ешқашан естен кетпейтін Түркияның тегіс жолымен жүргенде сағынған хромтау жолдары. Осылайша біз өзіміздің үйімізге қайтып келдік. Егер сіз шығындарды санаған болсаңыз, қанша ақша кеткенін білесіз. Ал егер санамасаңыз, онда біз сізге айтып берейік. Саяхатымызға барлығы 467 мың 783 теңге ақша кетті. Ойландаршы, 22 күн 467 мың теңге. 10 мың километр өтіп, 467 мың теңге құрттық. 3 мемлекет шекарасын өтіп, 467 мың теңге құрттық. Тоқта, бұнымен әлі бәрі біткен жоқ. Біз бұл саяхатымызды тағы да қалай арзандатқанымыз туралы айтып берейік. Саяхат барысында бізге менің інім, қайынбикем және досым 10 мың теңгеден донат лақтырды. Бұл 30 мың теңге. Яғни біздің шығынымыздан тағы да минус 30 мың. Хромтауға жеткен соң, Қазақойл берген талондардан бізде 120 литр қалған болатын. Сол 120 литрді скидкамен сатып, біз тағы да 40 мың теңгені қайтарып алдық. Сөйтіп біз 70 мың теңге шығынымызды қайтарып, саяхатымызды 397 мыңға дейін арзандаттық. Осылайша біз 400 мың теңгеге мәңгі есте қалатын саяхатымызға барып келдік. Егер бұл сома сізге қымбат болып көрінсе, Түркияға бару үшін ұшаққа кеткен ақшаны, қонақ үйге кететін ақшаны, және де тамақтануға кететін ақшаны санап көріңіз. Менің ойымша бұдан арзан тек қана автостоппен саяхаттау. Енді сізге саяхат кезінде шығындарды қалай дұрыс жазу керек екендігін айтып береміз. Біз өз шығындарымызды заметка түрінде тізім ретінде жаздық. Бірақ соңында шығынды санаған кезде бұл өте ыңғайсыз болып қиындық туғызды. Сондықтан біздің ойымызша саяхат кезінде шығындарды жазып отырудың ең тиімді әдісі бұл шығындар қосымшасын жүктеп алып соған жазу. Біріншіден, сіздің шығындарыңыз категория бойынша бірден бөлініп отырады. Екіншіден, сіз нақты белгілі бір күнде қанша ақша және қайда кеткенін біліп отырасыз. Біз үшін ең үлкен қиыншылық бұл курс айырмашылығы болды. Өйткені 4 мемлекетте 4 әртүрлі валютада төлегендіктен кейін оны теңге түрінде санау қиыншылық туғызды. Егер бұл сұраққа жауабын білсеңіз, комментарийге жазып кетіңіз. Осымен біздің Түркияға кеткен ақшамыз туралы видеомыз аяқталды. Егер сізде бұл саяхатымыз бойынша басқа да сұрақтарыңыз болса, осы видео астында комментарийге жазыңыз. Міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Ал қазақ контенті мен қазақ арасында саяхат мәдениетін дамытуға атсалысам десеңіз, бұл видеоны таратуға көмектесіңіз. Шекаралар тек сендердің бастарыңызда. Келесі саяхатта көріскенше.